Біз айды жерде тұрып бақылаған кезде кейде толық айды көрсек, ал кейде айдың бір бөлігін ғана көре аламыз. Бұл айдың жерді айналу орбитасына және ай мен жердің күнді айналу орбитасына байланысты болатын құбылыс, яғни айдың фазалары. Айдың фазалары бұл жерден бақылаған кездегі айдың бетінің күнмен жарықтандырылған бөлігінің периодты түрде өзгеруі. Ай шамамен бір ай уақыт ішінде жерді толық бір рет айналып шығады. Жерден бақылаған кезде біз айдың тек бір бөлігін ғана көре аламыз, ал бізге көрінбейтін жағы айдың алыс жағы немесе айдың қараңғы жағы деп аталады. Қазір сіздермен бірге екі түрлі көріністі көрсететін екіге бөлінген экранды тамашалайық. Экранның сол жағында үстінен қараған кездегі көрініс болса, экранның оң жағында жерден бақылаған кездегі көріністі көрсетеді. Ай күнге ең жақын болған кезде айдың жерге қараған бөлігі қараңғы болады. Күннің жарығы жерден шағылса, егер біз жақындатып қарайтын болсақ, әлі де айды көре аламыз. Бұл жаңа ай фазасы деп аталады. Ай біртіндеп айнала бастағанда біз кішкентай орақ тәрізді сызықты көреміз. Бұл фаза өсуші орақ немесе жаңа ай деп аталады. Бірнеше күн уақыт өткеннен кейін біз айдың жартысын көре бастаймыз. Бұл айдың бірінші ширек фазасы деп аталады. Тағы бірнеше күннен кейін айдың кішкентай бөлігі ғана жарықтанбай тұрады. Бұл өсуші ай фазасы деп аталады. Ай жердің қарама қарсы жағында болған кезде ай толық жарықтанған болады және толық ай фазасын көрсетеді. Енді жарық біртіндеп кеми бастайды және алдыңғы фазалар қайталанады. Кеміп бара жатқан ай, үшінші ширек, азайып бара жатқан жарты ай фазасы және қайтадан жаңа ай фазасы. Осы видеоның келесі бөлігінде сіздер НАСА ғарыш агенттігінің айдың фазаларын бақылаған видеосын тамашалай аласыздар. Каналға жазылып, лайк, коммент қалдырып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.